2023 жылдың ақпан айына арналған астрологиялық болжам. Тоқта, тепе-теңдікті сақтауды үйренуіңіз керек. Қиын кезеңдердің бітуіне сәл ғана қалды. Ал алда сізді жемісті кезеңдер күтіп тұр. Бұлай өткен айларға қарағанда біршама жақсы өтеді. Ақпан айында жеке қарым-қатынастарыңыз алдыңғы орынға шықпақ. Осы кезеңде сіз еркіндікті қалайсыз. Еркіндікті сіз өзіңіз жақсы көретін жандарға да бере білуіңіз керек. Өзгелерді басқарып, сөз жүргізудің қажеті жоқ. Барлық жерде тепе-теңдікті сақтауды үйреніңіз. Басыңыз бос болса, әлеуметтік жерлерге, танысуға көбірек уақыт бөлгейсіз. Жалпы өміріңіздің барлық саласына позитивті көзбен қарау арқылы көп нәрсені жақсы арнаға өзгерте аласыз. Торпақ, қолда бар барлық мүмкіндіктерді қолданыңыз. Ақпан айында торпақтар үшін өзара сенім алдыңғы орынға шығады. Сізге жоғарғы күш барлық жерде қажетті болар белгілерді береді. Ал оларды дер кезінде түсіну үшін сізге интуицияңызды іске қосу қажет. Айдың басында жұмысқа қатысты тиімді ұсыныстарға ие болуыңыз ғажап емес. Бұл ұсыныстар алдағы уақытта қаржылық жағдайыңызды жақсартуға мүмкіндік береді. Жеке өміріңізде сүйіктіңізге көбірек сенім артқан жөн. Сонда ғана өзара түсіністік орнап, қуанышты сәттеріңіз де көп болады. Ал басы бос торпақтар ойламаған жерден өмірлік серігін жолықтырып қалулары ғажап емес. Егіздер, өткен өміріңізден сабақ ала біліңіз. Бұл айда өткен жағдайлар қайта оралып, кейде есіңізге ұмыт болған дүниелерді түсіріп, тіпті өткен ескі мәселелерде қайта алдыңыздан шығуға ғажап емес. Өткен жағдай тәжірибе, қазіргі жағдай өмір, ал болашақ жоспар екенін ұмытпаңыз. Бүгінгі күні алдағы болашаққа жоспар құру үшін өткен өміріңізден тәжірибе шығара біліңіз. Егер өткеннен сабақ алып, барлық жағдайды дұрыс сараптай алсаңыз, мәнсаптық жолыңызда жаңа деңгейге шығып, алдыңыздан бұрын соңды ашылмаған есіктер ашылады. Жеке қарым-қатынастарыңызда бұл айда романтика көп болмақ. Шаян, романтикалық қарым-қатынастарыңызда жаңа леп байқалады. Ішкі мен күдік жегідей жеп, жан-жақтан шабуылдайды. Өз күшіңізге деген сенімсіздік, қорқақтық секілді кедергі болар нашар қасиеттеріңізді. Арыстан, үлкен өзгерістер басталды. Қаңтар айы арыстандардың басым бөлігі үшін шиеленісті кезең болды. Күшіңіздің басым бөлігі жақындарыңыздың мәселелерін шешуге, жұмысқа кетті. Ал ақпан айы сәлде болса да көңіл көтеріп, тынығатын кезең. Достарыңызбен жолығыңыз, уақытты өзіңізге арнауға тырысыңыз. Қарым-қатынастарыңызда барлық жерге дұрыс шекара қоя білген жөн. Яғни, адамдарға нені жасауға болады, нені жасауға болмайтынын ашып айтыңыз. Жеке өміріңізде үлкен өзгерістердің басталып келе жатқанын өзіңізде сезесіз. Таңдау жасауға мәжбүр боласыз. Сізге позитив, өсу әкелмейтін ортамен, жағымсыз адамдармен қоштасатын уақыт келді. Бикеш, жаңа қаржылық деңгейге шығасыз. Ақпан айының 5-ші жұлдызына дейін өткен уақытта қабылдаған шешімдеріңізге қатысты мәселелермен бас қатырып әлек боласыз. Жұмыста өзіңіздің қаржылық мүддеңізді қорғайтын сәт келді. Бастысы агрессияға жол бермеңіз. Барлық талаптарыңыз сабырлы, салмақты күйде айтылуы керек. Сіздің сенімділігіңіз, өткенге сауатты сараптама жасай білуіңіз сізді жаңа қаржылық деңгейге шығарады. Жеке өміріңізде серігіңізге қатысты күмән немесе күдік болуы мүмкін. Бұл сүйіктіңізбен арадағы қарым-қатынастарыңызды суытатынын ұмытпаңыз. Алайда, айдың 2-ші жартысына қарай жеке қарым-қатынастарыңызда жақсы өзгерістер орнай бастайды. Әсіресе жалғыз бикештердің жеке өмірі қуанышты сәттерге тола бастайды. Таразы, жеке өміріңізде белсенді бола бастайсыз. Ақпан айында түрлі сезімдерді бастан кешесіз. Айдың басында сіз барынша еркін, бос әрі көңілді боласыз. Алайда, айдың 2-ші жартысына қарай қиындықтар пайда болып, әсіресе жұмыста, адамдармен қарым-қатынастарда, сондай-ақ отбасында да мәселелер туындауы ықтимал. Дегенмен де, бір мәселені мүжіп отырмай, оны дереу шешер болсаңыз, анау айтқандай ұзаққа созылатын немесе күрделі мәселелер туындай қоймайды. Бұл айда рухани қолдауға мұқтаж боласыз. Мұны адамдардан гөрі өзіңіздің сүйікті хоббилеріңізден, тамаша фильмдерден, сүйікті кітабыңыздан ала аласыз. Жеке өміріңіздегі жағдайларда сізге ерекше әсерлер сыйлайды. Саршаян, өмірге шынайы қарайсыз. Ақпан айында іскерлік өміріңіздегі жағдайлар өте қарқынды түрде дамиды. Сондықтан да, бұл айда мәнсаптық өсуде өте қолайлы кезеңдеуге болады. Батыл идеяларыңызды жүзеге асыратын уақыт келді. Күлгін көзілдірікті шешіп, барлық жағдайға шынайы қарай біліңіз.
Әсіресе қаржы жағдайыңызды дұрыс бағалап, қолдағы мүмкіндіктерді де асыра сілтеуші болмаңыз. Ақшаға деген көзқарасыңызды өзгертіңіз. Жеке қарым-қатынастарыңызда ескі мәселелер қайта туындап, біраз шиеленісті жағдайлардың орын алуына әкеп соғуы мүмкін. Сол себепті де барынша байсалды болып, қызбалыққа жол бермей, өзіңізді ашуға жеңдірмеңіз. Мерген, ақшаны жиі ойлай бермеңіз. Ақпан айында өміріңізде жаңа нәрсені бастауға мүмкіндік беретін мықты нәрсенің негізін құруға мүмкіндік пайда болады. Шығармашылық шабытқа толы кезең. Бұл айда тек ақшаны ойлай бергеннен еш пайда жоқ. Өзіңізді дамытуды, бойыңыздағы шығармашылық потенциалды өсіру жағын көбірек ойлаңыз. Достарыңыздың қолдауын арққа сүйеуге болады. Егер жақындарыңызбен кішігірім саяхат жасағыңыз келсе, ақпан айы алыс жақын шетелдерге саяхаттауға қолайлы кезең. Тәуешкі, қызықты тәжірибелер жинақтайсыз. Еңбекқор тәуешкілерді ақпан айында қажырлы еңбек кезең күтеді. Бұл айға жоспарлаған жоспарларыңыз ауқымдақ. Барлық жағдайдан өзіңізге үлкен сабақ шығарасыз. Жаныңыздағы жақын адамдар сізге сенім сыйлап, бас қолдаушыларыңызға айналады. Ақпан айындағы тығыз жұмыс кестесіне қарамастан, тәуешкілер жеке өміріне де, оның ішінде сүйіктісіне де уақыт тауып үлгереді. Жағымды эмоцияларды күшейту үшін рухани шабыт сыйлайтын, әсер қалдыратын жерлерге баруға кеңес береміз. Су қойғыш, ұйқыдан оянатын сәт келді. Ұзақ уақытқа созылған жұмысыңыздағы маужыраңқы сезімнен, шиеленістерден құтыласыз. Басшылық тарап пен әріптестердің қолдауы сізге үлкен серпін береді. Қаржылық жағдайыңыз бұл айда тұрақты, дегенмен де артық шығындардан аулақ болыңыз. Жеке өміріңізде бірінші қадам жасауыңыз керек, яғни қарым-қатынастарыңыздағы басты инициативаны өз қолыңызға алыңыз. Батылдықты бойға жинап, бұрын жүрегіңіз дауаламаған нәрсені жасауға болады. Балықтар, жеке өміріңізге өзгеріс енгізіңіз. Бұл айда іскерлік өміріңізде белсенділік байқалады. Іскерлік әңгімелесулер, кездесулер, отырыстар әдеттегіден көбірек болады. Сондай-ақ жолыңызда сізге кедергі болып, қолыққа басып, сізді құлатқысы келгендер де табылады. Оларды бірден тану үшін ішкі даусыңызды тыңдаңыз. Күдікті ұсыныстар мен күдікті ортаны сезсеңіз, ақпан, февраль айындағы сәтті және сәтсіз күндер. Сәтті күндер қатарына 1, 4, 10, 11, 21, 25 және 26 ақпан күндерін жатқызуға болады. Ал мына күндерге маңызды шаруаларды жоспарламауға кеңес беремін. 5, 19 және 20 жұлдызы. Сапарлар үшін 3, 5 мен 10 аралығы, 16, 20, 21, 27 және 28 ақпан күндері қолайлы. Шаш қырықтыру немесе шаш бояу үшін 1, 4, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 25 және 27 ақпан күндері қолайлы. Құрметті достар, күнделікті жұлдыз жорамалдарды YouTube-тегі жұлдыз жорамал арнасынан көре аласыздар. Ақпан айы баршаңыз үшін жемісті, қуанышқа толы және сәтті ай болсын. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.